Сәлем қыздар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бұл самсаның қамыры өте оңай дайындалады. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен суға сұйық майымызды және тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Електен өткізген ұнымыздың үстіне құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ қылып жақсылап илеп алып, енді осы қамырымызды 15-20 минутқа тұндырып қоямыз. Бетін целлофанмен жауып, енді осы қамырымызды тағы да бір рет илеп жібереміз. Сонда бізде өте жып-жылтыр, жайылуға ыңғайлы қамыр шығады. Енді бұл қамырымызды да тағы да бетін жауып 15-20 минутқа қоя тұрамыз. Мен осы қамырды теңде 2 бөлікке бөліп, біріншісін жаюға кірістім. Өте оңай жайылады. Қатты жұмсақ емес, қатты емес. Бірінші қолдың көмегімен осылай үлкейтіп алып, одан кейін оқтаудың көмегімен жайдым. Егер қамыр жаюды білмесеңіздер, видеода қарап тұрсаңыздар, дөңгелете отыра тек бірінші ортасын ғана басып, одан кейін оқтауымызға орап, тек қана шетін жай қатты емес, жайдан басып үлкейтіп аласыздар. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, бірінші қамырымды илеп болған соң ортасына ұнын сеуіп бір шетке қоя тұрдым. Одан кейін екінші қамырымды жайып болған соң, үстіне еріп тұрған сары майымды, кез келген пайызы бола береді. Пайызы сары майымызды жағып, сары майымыз сәл қатқан соң, үстіне екінші қамырымызды қойып, орналастырып аламыз. Енді бұл қамырымыздың үстінен де тағы да сары майымызды жағып шығамыз. Арасында ауа қалмайтындай етіп, байқасаңыздар, тартып тұрып орап жатырмын. Қатты тартып тұрып ораңыздар. Енді осы дайын болған қамырымызды морозильникке немесе холодильникке қоя тұрасыздар. Морозильникке қойсаңыздар 1 сағатта майы қатып әдемі болып дайын тұрады, ал холодильникте 2-3 сағат тұрса болады. Осы қарапайым құрамды самсаны үй жағдайында жасап көріңіздер. Жасалуы өте оңай. Келесі видеода бұйырса осы қамырдан самса жасап көрсететін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай, слойлары өте көп, өте қытырлақ болып шығады. Барлығыңызға жасап көруге кеңес беремін. Менің видеома қарап, видеоның соңына дейін назар аударғандарыңызға көп рахмет.